Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер өкшеңізді басқанда қатты ауыратын болса, және де өкшеңізге тұз жиналса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен картопты алып, беткі қабатын алып тастаймыз. Және де екінші қабатын 2 мм қалыңдықта осылай жұқа қылып кесіп аламыз. Міндетті түрде жұқа болу керек, себебі өкшеге батпау керек. Сосын оны өкшемізге қойып, сыртынан нәски киіп аламыз. Және де бұл құрғаған кезде алып тастаймыз да, картоптан тағы бір рет осылай кесіп аламыз жұқарақ қылып. Және де қайтадан салып қоямыз. Солай күні бойы жүресіздер. Енді екінші, бұл жаңағы әдісті күнде жасасақ, мына әдісті түнде жасаймыз. Осылай орам жапырағымызды аламыз, пышақпен тесіп аламыз. Себебі қазір бал жаққанда өкшемізге осы балымыз сіңу үшін. Әдемілеп жағамыз балымызды. Және де өкшемізге дәл ортасына өкшемізді қойып кигіземіз. Сыртынан салафанмен орап қоямыз. Енді осындай салафан болған дұрыс, себебі бұда тері демалатын тесіктер бар. Ал пищевой пленкамен орасақ, оған ауа кірмей қалады. Сондықтан осындай салафанмен орап қойғаныңыз дұрыс. Және де сыртынан нәски киіп жатасыздар. Бұл әдісті 2 күн жасайсыздар. Мысалы, сенбі жексенбі демаласыздар ғой, үйдесіздер, күндіз картоппен, түнде орам жапырақпен таңып қоясыздар. Сол 2 күнде жасап болған соң, дүйсенбі күні аяқтарыңыз біраз жеңілдеп, ауырсыну басылады. Ал сіздер де жасап көріңіздер, жасаған соң комментарияға бөлісіңіздер. Мен видеома лайк басып, тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Алдағы уақыттарда неше түрлі маскалармен және пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Жіберіп алмаңыздар.